Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов аудандағы 2000 тұрғыны бар Құмарарық ауылы әлі күнге дейін бұлақ суын ішіп отыр. Су тарту жұмыстарын бастаған әкімдік құрылысты 1 жылдан бері аяқтамаған. Ал жауапты мамандардың бәрі еңбек демалысына кетіп қалған. Осыны ішіп отырмыз ғой. Кейде болады, кейде болмай қалады. Ұзақыпта тұрады. Осы ішіп отқан суымыз. Бұл мал да ішеді, қой да ішеді, бәрі ішеді. Су жоқ. Құмарық ауылының ауыз су мәселесі тәуелсіздік жылдарынан бері шешілмей келеді. 2000 тұрғыны бар елді мекеннің жалғыз тіршілік көзі мына шалшық судан шығып тұрған қара құбыр. Кімге барып жүгіреміз? Ішерге су таппай отырмыз. Ішкенге су жоқ жігіттер. Құрап жатырмыз. Міне есіктен бәрі шаңыз шығып жатыр. Әйтеуір мына жерге су келсе қуанамыз, әйтеуір жақсы болды ғой дейміз дағы. Шелекпенен іліп аламыз. Не қыламыз ғой? Колонкадан әрқайсымыз үйге колонка шығардық, су алып тұрған жоқ. Тұрғындардың айтуларынша тіршілік нәрін әр үйге жеткізу жұмыстары 1 жыл бұрын басталып аяқсыз қалған. Бұл жаңадан келді, бұл енді біткеннен кейін оны кіргізетін адам басқа дейді. Әнен жолыққанымыз бастығына. Не үшін кіргізбей тұрсыз? Ол жағын енді бізге айтпайды, жиналыс жоқ. Әкімнің бар түгіл үлкенінде кішісінде көргеніміз жоқ, 1 жыл болды. Су тартуға аудандық әкімдік жауапты. Алайда аудан жетекшісі коронавируспен ауырып қалса, шаруашылыққа жауапты мамандар түгелдей еңбек демалысына кетті деді әкімдіктің баспасөз хатшысы. Бұл жобаның құрылысы былтыр көктемде басталған болатын. Осы жылдың 30 қыркүйегіне дейін аяқталады дегенбіз. Қазір жұмыстың 85% бітіп тұрғандықтан шамалы күту керек. Ауылдың жолдарда жүруге жарамсыз, алайда оның да жөндеу ұзаққа созылған су құбыры құрылысының аяқталуына қарап тұр. Тағы да күту керек. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Жамбыл облысы.